Баршаңызға қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен самса шұрпа тағамын дайындадым. Менің жасаған самса шұрпам сіздерге ұнап көңілдеріңізден шығып жатса, комментария қалдырып, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, менің видеоларымды тамашалаңыздар. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Алдымен қабырғаны 3-4-ке бөліп, етін бөлек турап аламыз. Дәмдеуіштер саламыз. Бөлме температурасында тұрған суға тұз салып араластырамыз. Сұйықтығымызға қарай ұн саламыз. Қамырымыз видеода көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ болу керек. Картопты етімізге салып араластырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырды бірі үлкен, бірі кішкентай бөлікке бөлеміз. Үлкен бөлігі ол самса шұрпаның астыңғы қазанша бөлігі болады, ал екінші кішкентай бөлігі ол самса шұрпаның үстіңгі қақпақ бөлігі болады. Мен самса шұрпа істеу барысында екі нәрсе түсіндім. Біріншісі, самса шұрпаға салмасын неғұрлым көп салсаңыз, солғұрлым дәмді болады екен. Ал екіншісі, етіңіз сүрленген ет болатын болса, онда біраз су құю керек екен. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырдың кішкентай бөлігін алып, жайып, самса шұрпаның бетін жабамыз. Сіздерге асықпай тағы да бір бөлігін көрсетіп жатырмын. Мұқият қарап алыңыздар. Мінекей, құрметті көрермендер, самса шұрпа тағамы дайын. Менің видеомды соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Мен жасаған самса шұрпа тағамы сіздерге ұнап көңілдеріңізден шығып жатса, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басып, лайк басып, каналыма тіркеліп, менің видеоларымды тамашалаңыздар. Сіздер де дәл осылай жасап, өз меймандарыңызды қарсы алып, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Самса шұрпаның қамыры қатты әрі кітірлік болмасын десеңіздер, онда самса шұрпаның қамырын сәл қалыңдау жайсаңыздар болады. Келесі жақсы күндерде жолыққанша сау саламатты болыңыздар.